Сәлем достар, сіздермен Django бүгін біз Play 2X арқылы ақша көтереміз. Ссылкасы осы видеороликтің астында болады. Кеттік. Счетымда қазір 100 рубль бар. Біз бастаймыз майнстан. 5 рубльдан бастаймыз. Әзірше. Кеттік. Аха. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау жетеді. Бірінші ойын тұстан басталдық. Жақсы ол. Келесі дайс. 4x. 2x. Келесі тауыр. 22 рубль. Кеттік. Пах. 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 Ё-моё. 22 рубль минуста. Жарайды. Ары қарай. Блинго. 2 рубльдан бастайық. Ақырын. Тағы да. Тағы да. Тағы да. Келесі. Трипл. Осы 2 рубльмен. Осы жарайды. Келесі. Біз қоямыз 5 рубльдан. Аха. Нормально. 966. Жарайды. Бізге жетеді. Менің мақсатым қазір 150-ден асырсам, ары қарата кетемін дегенсің ба? Автостоп 5x екен ғой жерде. Мәссаған. Өз ерте ұмытып кеттім бар ғой. Ойлаған бір 3-ке қойын ба, 2-ке қойын ба деп, бірақ. Давай. Аха. 3x. 4-еу. 5-еу, нормально, 25 рубль. Уже 97 рубль қайтадан өзінің болған суммамы қайтадан шығып жатырмын. 31, 24. Не, болмайды. Кеттік. Аха. Нормально. Осы жерде 5 рубльдан қоямыз. Қызылдан бастайық. Қызыл. 2 коэффициент. Енді келесі қарасы. Қарасына қоямыз. Нормально. Қайтадан қызыл. Келесі ойын. Онды ойық. Осыны особо түсінбей одан. Түсінген жоқпын және ойынды. Жарайды. Келесі бізде осы мен жақсы көремін осы ойындаған өйткені постоянно отырамын осы ойында. Екінші. Жарайды. Коинфлип. Орел и решка. Решка. Орел. 38 рубль. Нормально, 38. 137 рубль қазір счетта. Не, жоқ, 1 рубльдан қоя берейік. Қазір түсінетіндей. Берем екен, бермейм екен. Осындай кездерде ойлайсың, көбірек қоя салу керек деп. 10 рубль.
Жарайды. Мында 15 шығатын сияқты. Bir сезім болып тұрды, бір 15 шығатын сияқты. Қалай кетті? Жынды кетті. Осы жерде 26. Жарайды. 10 рубль қояйық. 3 деп алайық. Көрейік не болады. О, 172 біздегі шотта уже. Маған бару қызық турасы. 1 рубльді қойып, так, осы жерге 10 мың десек. Қайдан? Мүмкін емес олай. Болмайды. Не сделаемыз қазір біз 2 рубльдан. Опа. Да. Опа. Ой. Тағы да? Да ё-моё. Қайтадан? Опа. 4 жарайды. Сонымен достар, менің шотымда 166 рубль қалды. Мен мақсатым 100-ден ассам болды деген. Сонымен достар, бүгінше жетеді деп ойлаймын. Шынықтық, былай айтқанда бағымызды сынадық. Ссылкасы төменде. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыз және комментарий қалдырыңыз. Алдағы уақытта әлі көптеген видеолар болады. Сол үшін қош сау, көріскенше.